Құрметті студенттер, бүгінгі біздің сабағымызда оның алдында атап өткендей жыныс мүшелерін оқыған болатынбыз, соның ішінде әйел жыныс ағзаларын өттік. Ол кезде біздер анатомиялық курсына тоқталдық. Бүгінгі сабақ, видео сабақ, сол өткен сабаққа қосымша сабақ ретінде әйел жыныс ағзаларының функциялық анатомиясына арналады. Жалпы шолу ретінде айтып өтейік, әйел жыныс ағзалары органа гениталия феминина анатомиялық тұрғыдан ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Мына слайдта сіздерге көрініп тұр, әйел адамдардың жамбастың сагиталдық кесіндісі көрілген. Сондықтан бұл жерде мүшелер жалпы шолуда жақсы көрінеді. Ішкі жыныс мүшелеріне мына жерде қарасақ анавес, овариум, одан кейін жатыр түтігі, мен стрелкамен көрсетіп отырмын. Жатыр түтігі туба утерина, одан кейін мінекей жатыр тұр, жатыр утерус, одан кейін қынап жатады. Былайша айтқанда бұл мүшелер жалпы жамбас астауында орналасқан. Одан кейін сыртқы жыныс мүшелеріне жатады. Жалпы әйел адамдардың жыныс аймағы және клитор жатады. Енді жыныс аймағына қандай құрылымдар жатады, біздер сабақта атап өттік. Бүгінгі сабақ соның ішінде осы әйел жыныс мүшелерінің, соның ішінде ішкі жыныс мүшелерінің функциялық анатомиясына арналады. Біз әйел адамдардың ішкі жыныс мүшелерінің функциялық анатомиясын айтқан кезде біздер осындай термин бізге кездеседі, ол авариалды этикр цикл дейді. Бүгін біз осы сабаққа арнаймыз. Енді жалпы авариалды этикр цикл деген атаудың өзі үлкен әртүрлі кең қолданыс табады, әртүрлі және кең қолданыс табады. Кейбір әдебиеттерде ол авариалды және жатырлық цикл деп те айтады, кейде авариалды этикр цикл деп те береді. Бірақ біз білуіміз керек, бұл авариалды менструалды цикл кезінде тек қана бұл жыныс мүшелерінде ғана өзгеріс болмайды. Егер авариалды этикр циклын біздер анау орталықтардан бастап нысана мүшелерге дейін алатын болсақ, 5 деңгейлі реттелу бүкіл ағзада әйел адамдардың осы деңгейдің барлық деңгейінде өзгерістер болады. Сондықтан жалпы атауға біз ұғымға анықтама беріп отырғанбыз. Жалпы әйел адамдардың өмірінде келесі кезеңдерді ажыратады. Ең бірінші ол эмбрионалдық даму кезең, оны антенаталдық кезең деп айтамыз кейде. Одан кейін препубертаттық кезең ол жастық шақ. Одан кейін пубертаттық кезең, жыныстық жетілу кезеңі. Одан кейін жыныстық жетілген кезең, оны репродуктивті кезең немесе репродуктивті жас деп атаймыз. Одан кейін климактериялық кезең, ол климакс. Одан кейін менопауза немесе оны постклимактериялық кезең деп атаймыз. Және соңғы ол сенилдік кезең немесе кәрілік кезең дейді. Осы кезеңдердің барлығында осы бүгінгі сабаққа сәйкес жыныс мүшелерінде анатомиялық және оның функциялық тұрғыдан ерекшеліктер мен өзгерістер болып отырады. Бүгінгі осы ұғымға беретін түсінік бұл анатомиялық тұрғыдан сипатталады. Сондықтан акушерлік гинекологияда ол клиникалық тұрғыдан кейбір мәліметтер аздап ерекшелікпен немесе өзгешелікпен сипатталуы мүмкін. Сондықтан біз бүгін бұл жаңа айтқан үдерісті анатомиялық тұрғыдан талдайтын боламыз. Енді біз ішкі мүшелердің функциялық анатомиясы жалпы авариалды менструалды циклға келмес бұрын, жалпы мына слайдқа көңіл аударсаңыздар, біз этикр циклын мынадай кезеңдерге бөледі. Бұл мынау күндермен сипатталған, сондықтан бірінші ол 1-4 күн аралығын құрайтын бұл этикр кезеңі деп айтылады. Одан кейін кезең, екінші кезең 14-тен 14-ші күнге дейін немесе кейде 15-ші күн деп те береді. Бұл этикрден кейінгі кезең, және үшінші кезең ол 14-тен бастап 28 күнге дейінгі ол этикр алды кезеңі деп айтылады. Жалпы орташа бұл циклдың ұзақтығын 28 күн деп алсақ, біз осылай бөлеміз. Но жалпы алатын болсақ, әдебиеттерде 21 күннен 30 күннің аралығын қамтиды бұл цикл. Бірақ біз әдебиеттік мәліметтер бар және жалпы циклды 28 күн деп аламыз. Енді осы күндерге сәйкес
біз сипаттайтын боламыз. Жоғарғы, осы слайдтың жоғарғы жағында бұл аналық бездік цикл немесе авариалдық циклды, ал төменгі жағында жатырлық циклды айтатын боламыз. Жалпы біз лекцияда да бұған дейінгі жыныс мүшелерінің, болмаса оны сабақта да біз осы аналық бездің қызметін біз екіге бөлдік та. Аналық безі екі қызмет атқарады. Оның біріншісі генеративті қызметі бар, екінші эндокриндік қызметі бар. Эндокрин қызмет. Генерация деген не? Яғни өзінен жасап шығарады, өндіреді. Аналық без өзінен бұл ұрықтануға қабілетті жұмыртқа клетканы жасап шығарады, ол цитті. Сондықтан, яғни фолликуланың дамуы мен овуляцияны, яғни жетілген оциттің ұрықтану қабілетті жұмыртқа клетканың жетілген фолликуланың ішінен сыртқа шығуы, бұл овуляция. Сондықтан осыны біз генеративті қызмет деп атаймыз. Ал эндокриндік қызметі бұл аналық без өзінен әйел жыныс гормондарын бөледі. Атап айтатын болсақ, эстроген, прогестерон, осындай сияқты тағы басқа да гормондарды синтездейді, өндіріп шығарады. Сондықтан бұны эндокриндік қызметі деп атаймыз. Енді аналық бездік кезең жоғарыға қарайтын болсақ, бұл екі кезеңнен тұрады. Біріншісі фолликулиндік кезең, фолликулогенез, екіншісі лютеиндік кезең, немесе сары дене кезеңі деп атаймыз. Сары дене кезеңі деп атаймыз. Фолликулиндік кезең немесе фолликулиндік фаза. Мына стрелкаға қарап отырмыз, мен стрелкадан ары қарай көрсетіп отырам. Бұл етеккір соңынан басталады да овуляцияда аяқталады. То есть бұл мына екінші кезеңге сәйкес келеді. Ал лютеиндік фаза, ол сары дене деген сөз лютеинд. Яғни бұл овуляциядан кейін басталып, етеккірдің басында аяқталады. Яғни ол үшінші кезеңге сәйкес. Яғни 14 пен 28 күннің аралығы деп алуға болады. Енді фолликулогенез кезінде аналық безінде бұл үздіксіз жүріп отыратын процесс. Мына слайдтың жоғары жағында аналық бездің ішкі құрылысы көрсетілген. Оның қыртысты қабаты мен мыйлы заты бар еді. Қисты қабатында бұл әртүрлі деңгейдегі фолликулалар болады. Осы фолликулогенез, осы үздіксіз жүріп отыратын процесс. Осы фолликуланың дамуы. Жалпы фолликуланың дамуы антенаталдық кезеңде басталады. Одан постменопаузада аяқталады. Сондықтан өте күрделі, ұзақ ағымды алатын процесс. Енді бір циклдың ағымын алатын болсақ, толықтай бір фолликула дамиды. Оны дамитын фолликуланы доминантты фолликула деп атайды. Гипофизден фолликула стимулдеуші гормон бөлінеді. Осы ФСГ-нің әсеріне осы доминантты фолликула жауап беріп, дами бастайды. Енді қарай, етеккір циклінің бірінші күнде диаметрі 2 мм болатын фолликула бұл 14-ші күнге келген кезде 21 мм-ге жетеді екен. Міне, осы кезеңде фолликула ішіндегі сұйықтықта өседі. Міне қарайықшы, міне фолликула ол дамып жатыр. Оның ішінде, бір фолликуланың ішінде ұрықтану қалпы бір жұмыртқа клетка дамып жатыр. Сондықтан осының ішіндегі сұйықтықта көбейеді. Ол сұйықтықтың құрамында эстрадиолдың да гормоны арта бастайды. Мінекей, осы эстрадиолдың артуы лютеиндеуші гормонның өндірілуін және овуляцияны белсендіреді. Сөйтіп, міне 14-ші тәулікте әдейі жоғарғы жақта міне сызба түрінде суретті салып қойдым. Осы 14-ші күні овуляция болады. Сонда овуляция дегеніміз жетілген фолликуланың жарылып, оның ішіндегі ұрықтануға қабілетті жұмыртқа клетканың сыртқа шығуы. Бітті. Міне осы 14-ші тәулікке сәйкес келеді. Енді мына слайдтың жоғарғы жағында қарасақ та, міне фолликулалардың жетіліп жатқан сатыларын көруге болады. Міне бір үлкен фолликула, оның ішінде бір ooцит дамып жатыр. Ол мінекей ақыр соңында фолликула жарылды да, ол сыртқа қарай шықты. Міне бұны овуляция деп атаймыз. Осы кезеңнен бастап, аналық бездік циклдың екінші кезеңі біз не деді? Бірінші кезеңі фолликулогенез, екіншісі лютеиндік фаза. Лютеиндік кезең деп аталады. Бұл сыртқа шыққан
жұмыртқа клетка, мына жатыр түтігінің жіпшелері бар, фимбре, да, соның ішінде міне стрелкамен көрсетіп отырмын, ең ұзыны фимбре аварика деп айтылады. Осы фимбре аварика арқылы ол мінекей мына суретке қарасаңыз, осы міне жатыр түтігіне түседі де ампулярлық бөлікке келеді. Жатыр түтігінің 4 бөлігі бар, соның ампулярлық кеңейген бөлігіне келеді. Осы ампулярлық бөлікте егер осы кезде сперматозоидпен осы жерде кездесетін болса, онда ұрықтану процесі жүреді. Ұрықтану процесі жүреді. Енді қарай, осы кезде овуляция кезінде жарылған фолликула ішіне қан құйылады. Мінекей, мынау жарылды ғой, міне фолликула, овуляциядан кейінгі фолликулалар, міне лютеиндік фаза міне 14-ші тәуліктен 28-ші кезеңге сәйкес келіп тұр. Бағанағы айтқан етекі циклы. Енді мына жаққа қарасақ, схема түрінде сызбада көруге болады. Ішіне қан құйылады. Оның ішінде тека қабаты бар, және мына фолликулалардың клеткалары бар, көп деген қатпарлар түседі ішінде. Қараңыз, міне іші қатпарлар түсіп тұр. Міне стрелкамен мен көрсетіп отырмын. Осы қан ұйымдары, ішінде құйылған қан құйылар, олар дәнекер айналады. Дәнекер айналады, жасушалар көбейеді, гипертрофияға айналады. Сөйтеді де ол сары денеге айналады. Міне сары дене. Сондықтан оны лютеиндік кезең деп атайды. Корпус лютеумге айналады. Көрдіңіз бе? Корпус лютеумге айналады. Енді біз қарай, бұл жатыр түтігінің ампулярлық бөлігіне жұмыртқа клеткасы түсті. Мына жақта аналық безінде корпус лютеум сары дене пайда болды. Енді екі жағдай. Егер жұмыртқа клетка ұрықтанбайтын болса, яғни сперматозоидпен бұл жерде кездескен жоқ, ұрықтанған жоқ. Ол кезде не болады? Онда овуляциядан кейін манағы айтқан жарылған фолликула кішкентай сары денеге айналады. Корпус лютеум сары денеге айналады, 1-1,5 сантиметр диаметрі. Сөйтеді де оны циклдік сары дене, немесе менструалды сары дене, корпус лютеум менструационис деп атайды. Бұл ұзақ тұрмайды, 12-14 күн тұрады. Одан ол дәнекердің қалыптасады, сөйтеді де ол ақ дене корпус альбиканске айналады. Ең соңында, міне, стрелкамен қарайтын болсақ, міне стрелка ең соңында сары денеден корпус альбиканс айналды. Ол бірнеше жылда жойылып кетеді. Бұл ұрықтану процесі жүрмесе. Егер енді керісінше, мінекей жатыр түтігінің ампулярлық бөлігіне түскен клетка егер ұрықтанатын болса, онда жүктілік болады ғой. Жүктілік болатын болса, онда ол жүктіліктің сары денесі деп айтылады. Қайтып біз аналық безіне келейік, мана айтқан сары дене корпус лютеумге. Жүктіліктің сары денесіне айналады. Оны корпус лютеум гравитатис деп атайды. Ол үлкейеді, диаметрі 5 сантиметрге жетеді. Сөйтеді де осы деңгейде жүктіліктің 6 ай бойы осы деңгейді ұстап тұрады да, ол кезінен жүктіліктің гормоны немесе прогестерон гормонын бөліп белсенді қызмет атқарады. Жүктіліктің соңында бұл жүктіліктің сары денесі кері дами бастайды. Ол кері дамиды. Ол әрі қарай туғаннан кейін де қарқынды жүреді. Одан әрі дәнекердің өседі. Туғаннан кейін сөйтеді де ол ақ денеге айналады. Енді қаяқ? Фолликула жарылды ғой. Мана айттық, не? Фолликула жарылды. Жарылған кезде не аналық безінің осы фолликула жарылған жерінде тыртық пайда болады. Тыртық пайда болады. Осыны білу керек. Енді бұл жерде тағы бір айтып өтетін зат, бұл сары дене тек қана прогестерон гормонын бөлмейді, ол өзінің эстрадиол және андроген гормонында бөліп тұрады. Андроген гормоны бар. Сондықтан кейде жүкті әйелдерде кейбір акромегалия белгілерінің болуы осы андроген гормонының әсері деп те қарастыруға болады. Енді осы анабез кезеңдерін айтып өттік. Жоғарыда міне етекі цикліне байланысты. Енді біз осы кезден кейін бұл анабезден басқа да нысана мүшелерде өзгерістер болады. Мысалға айтатын болсақ, жатыр түтігін алайық. Міне стрелкамен көрсетіп отырмын. Жатыр түтігінде де өзгерістер болады. Жатыр түтігінде мысалға овуляция кезінде мына бұның жиырылуы қарқынды болады. Өйткені қарқынды болатыны сперматозоидтың парс ампулярская өтуіне ықпал жасайды. Жатыр түтігінде. Ал лютеиндік фазада прогестерон гормонының арқасында мына жатыр түтігінің слемейлі қабатының бездерінің секрециясы басталады. Өте жоғары жүреді.
түтік секретте толғасын, оның перистальтикасы баяулайды. Ал бұл неге алып келеді? Бұл жатыр түтігінің кірпікшелі эпителийлерінің жиырылуы, қозғалуы арқылы ұрықтанған жұмыртқа клетканы жатыр түтігінен жатырға қарай өткізеді екен. Міне стрелкамен көрсетіп тұрмыз да. Соған ықпал етеді. Өйткені ары қарай жүктілік тек қана жатырдың ішінде дамуға қабілетті ғой. Сондықтан ары қарай ұрық міндетті түрде жатырға келіп, сол жерде беку керек. Соған осы процесс ықпал етеді. Енді осы циклға байланысты біз енді жатырлық циклды қарастырамыз. Жатырлық цикл өте күрделі. Енді мына жерде жатырды білесіз, анатомиялық құрылысын оқыдыңыз. Оның ішкі қабаты эндометрий қабаты. Осы эндометрий қабатында өте қарқынды өзгерістер болады. Жатырдың осы қабатында болатын жатырлық цикл негізінен 4 кезеңнен өтеді. Регенерация, пролиферация, секреция және десквамация. Десквамация немесе оны менструация деп те атайды. Енді бұл жерде десквамацияның кейбір жағдайда болуы, болмауы да мүмкін. Қазір біз оны айтатын боламыз. Енді мына астындағы сурет осы жатырдың эндометрийдің функционалдық қабатының болатын өзгерістерінің сипаты көрсетілген. Сондықтан үстіндегі мына күндерге сәйкес сипатталады. Енді регенерация және пролиферация, бұны эстрогендік деп атайды. Бұл етеккірдің соңынан басталады, яғни 4-ші күн деп алатын болсақ, ол 14-15 күнге дейін созылады, яғни овуляциядан аяқталады. Бұл аналық бездің мана айтқан фолликулиндік сатысына сәйкес келеді. Міне стрелкамен сипаттап отырмын, овуляцияға дейінгі бұл фолликулиндік саты кезеңге сәйкес келеді. Эндометрийдің функционалдық қабаты бұл кезде не қарайтын болса, қалыңдап келе жатыр, яғни қалпына келеді, регенерация. Қабат қалыңдайды, бездер қалпына келеді. Жұқа эпителий қабаты пайда болады, жаңадан эпителий қабаты пайда болады. Базальдық бездер эпителий ол бөліне бастайды, гипертрофияланып қалыңдайды. Бұл процесстер ол жетіліп жатқан фолликуланың бөлетін эстроген гормонының арқасында. Көрдіңіз ба? Мінекей, бірінші регенерация және пролиферация. Сонымен ол аналық бездегі фолликулиндік сатыға сәйкес келеді. Келесі саты бұл секреторлық фаза деп атаймыз, немесе оны лютеиндік кезең. Бұл аналық безіндегі лютеиндік сатыға сәйкес келеді, яғни 14-15 күннен бастап менструацияға дейін, яғни 28 күн. Әрі қарай өзі қайтадан цикл қайталанады. Ол менструацияға дейін жүретін бұл процесс. Бұл аналық безінің лютеиндік фазасына сәйкес келеді, мана айтып өттік. Бұл прогестерон гормонының арқасында қабат ісінеді. Яғни қабат ісінеді. Бездер секрециясы күшейеді. Функционалдық завод қалыңдап, жалпы әдебиеттік мәліметтерде 8 мм-ге дейін қалыңдайды. Оның қан тамырлары да өседі. Әсіресе міне спиралды артериялар. Қараңызшы, міне стрелкамен көбейіп көрсетіп отырмын. Бұл неге қажет, бұл секреторлық фаза? Бұл ұрықтанған жұмыртқа клетканы бекітуге қажет. Егер неге қараймыз? Осы лютеиндік фазада ұрықтанған зигота пайда болса, әрі қарай даму үшін, мана айтып, кірпікшелі эпителийлерді жиырылу арқылы жатырға түсетін болса, осы фазада ол өзіне жатыр қабырғасына бекітіп алады. Көрдіңіз, міне. Бұл үдерістер овуляциядан кейін 3 күнде түсетін ұрықтанған клеткаларды қоректендіру үшін және бекіту үшін қажет екен. Сондықтан міне бұл секрециялық фаза. Енді біз 4-ші фазасы десквамация дедік. Енді қарайық, егер жұмыртқа клетка ұрықтанбаса, қайтып келейік, мана айттық, аналық безінде де ампуляр бөлікте сперматозоидпен кездеспес ұрықтанбаса, онда 4-ші фаза болады. Міне, 4-ші фаза ол десквамация жүреді. Прогестерон гормоны бөлінбей қалады, сары денеден. Мана айттық, бөлінбей қалады. Бөлінбей қалғасын функционалдық қабат дұрыс еді. Спиралдық артериялар одан сайын спиралданады. Соның нәтижесінде қан келмей қалады. Оларда спазм болады ғой, сондықтан қан келмей қалады. Сөйтіп функционалдық қабат түлеп, ол сыртқа шығады. Міне бұл, мына 1-4 күнді алатын болсақ, осы кезге сәйкес келеді. Осы үдеріс менструация деп аталады. Десквамация сатысы жалпы 3-4 күнге созылады. Егер 28 күн деп алатын болсақ, циклда, бұл жағдайда
бұл мына функционалды қабат түскен кезде оның астында тұрған міне тұр ғой, веналарды көріп тұрсыздар ғой, мен стрелкамен көрсетіп отырмын. Веналарда зақымданады. Сондықтан веналарда зақымданғасын бұл қан кетумен бірге жүреді. Міне осы процесс қайталана береді. Оны бір цикл деп алатын болса қайталана береді. Ал егер керісінше мына жерде жұмыртқа клетка ұрықтану процесі жүретін болса, онда десквамация сатысы болмайды. Өйткені бұл жерде функционалды қабаттың мана айтқан дамыған спиралды артериолалар бар. Ісінде өзіне бекітіп алғаннан кейін әрі қарай онда жүктілік процесі дамиды, жүктілік процесі жүре береді. Енді циклдің бірінші сатысында фолликулиндік фазада аналық безіне сәйкес, онда жатыр мойында да үдерісті өзгерістер болады. Өйткені мөлдір сілемейді бөле бастайды фолликулин затта. Оның көлемі овуляция кезінде артады. Ол сперматозоидтың өтуіне жағдай жасайды, ықпал етеді. Ал ары қарай ол овуляциядан кейін сары дене түзілген соң, ол лютеиндік фазада бұл сипатталған процестер жатыр мойында да кері жүреді. Осы процесс, құрметті студенттер, бұл қайталана береді. Сөйтеді цикл өзінің ретті осы тұрғыдан қайталана береді. Сондықтан біз көпшілік студенттердің сұрауы бойынша өзімде қосымша лекцияда айтқан болатынмын. Өйткені бұл ақпараттарды беруге бізде уақыт кейбір жеткіліксіз болып қалды. Сондықтан қосымша ақпарат ретінде ұсынып отырмын. Егер құрметті студенттер тағы да қосымша ақпараттар қажет болса, енді сіздердің көпшілігіңіз анатомия пәнін бітіріп кеттіңіздер, дегенмен кейбір сұрақтар ашық қалып қоюы мүмкін, или болмаса сіздің әрі қарай басқа пәндерді оқу барысында туындауы мүмкін. Сондықтан мен дайынмын. Тек қана бұндай онлайн форматта емес, видео сабақтар емес, тіпті офлайн кездесіп те кейбір сұрақтарды қосымша семинарлар, лекциялар өткізіп те талдауымызға болады. Егер қажет болса, маған мәлімет беріңіздер, болмаса сұрақтарыңызды беріңіздер, мен әрқашан дайынмын. Енді алдағы уақытта тоже студенттердің сұрауы бойынша, және өзімде айтқанмын, сперматогенез процесіне тоқталуымыз керек, және оның кейбір этаптарын айтамыз. Өйткені ер адамдардың жыныс мүшелерінің функционалдық анатомиясы тоже өте актуальды. Өйткені бұл процестің қандай да бір бұзылуы, өзгерістері, бұл біз айтып өттік, бедеулікке алып келуі мүмкін. Бұл үлкен медицинадағы проблема. Сондықтан жақсы түсіну үшін әйел адамдардың да, ер адамдардың да бедеулік түсіну мақсатында және олардың қызметін түсінуде осы үдерістердің білудің маңызы зор деп ойлаймын.